Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, бүгін біз жүмсақ пончик дайындайтын боламыз. Пончикті балалар өте қатты жақсы көреді. Каналдан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Сондай-ақ менің арнамда көптеген қолжетімді мастер-класстан алынған рецепттер бар. Барлығы да тексерілген. Каналымды жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Өздеріңізге қажетті рецепті қарасаңыздар болады. Ал ендеше қамыр илеуді бастаймыз. Бір жұмыртқаға қант пен ерітілген сары май қосып жақсылап араластырамыз. Одан соң жылы сүтімізді және де ашытқыны қосып араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп алған болатынмын. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Електен өткізу өте маңызды. Осылайша екі бөлікке бөле отырып қосып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Описание бөліміне видеоның рецептісін қалдыратын боламын. Қамырымызды илеп болғаннан кейін көтерілгенше 1-1,5 сағатқа бетін жауып жылы жерге қоятын боламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз көтерілді. Енді оны 5 см қалыңдықта жаятын боламыз. Достар, поделиться батырмасын басу арқылы өздеріңіздің достарыңызбен, құрбыларыңызбен мені рецептімен бөлісіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қажет. Сондықтан да лүпіл басып қоюды ұмытпаңыздар. Пончикті балалар өте қатты жақсы көреді. Сондықтан да сатып алып бермей, үйде дәл осылайша өздеріңіз жасап берсеңіздер болады. Арнайы дөңгелек кескіштің көмегімен барлығын кесіп шықтым. Болмаса, стаканның көмегімен де кессеңіздер болады. Шиектегі қамырларды жинап алып, осылайша жұқа етіп тағы да жайып шықтым. Қызымның қалауы бойынша 4 бұрыштілеп, одан соң 3 бұрышты етіп кесіп, өзінше пончик дайындап беремін. Барлығын кесіп болғаннан кейін 10-15-20 минутқа дейін тындырып қоямыз. Одан соң қазанымызға май құйып қыздырғаннан кейін пісірер уақытта дәл осылайша ортасын насатканың көмегімен кесіп шығамыз. Егер сіздерде насатка болмаса, онда дәл бауырсақ сияқты етіп пісіріп алсаңыздар да болады. Достар, комментарий жазу арқылы сіздерде өздеріңіздің рецептеріңізбен бөліссеңіздер болады. Мен міндетті түрде сіздердің пікірлеріңізді оқитын боламын. Қызып тұрған майымызда пончиктерімізді тез-тез пісіріп алатын боламыз. Достар, мені арнамда қолжетімді мастер-класстан алынған бір жасағаннан ақ шығатын рецепттер бар. Егер де сіздер каналыма жаңадан келген көрермен болсаңыздар, арнамды жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып қойыңыздар. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, мені арнамдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Мен сіздермен пайдалы ақпараттармен, түрлі рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Және де достар, сіздерге қандай рецепт қажет, соны да жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде дайындап көрсетуге тырысамын. Мінекей жаңағы насаткамен бөліп алынған дөңгелекшелерді де дөңгелек бауырсақ есебінде пісіріп алған болатынмын. Әсіресе балаларға осындай кішкене бауырсақтар өте ұнайды. Мінекей достар, барлығын пісіріп алдық. Енді шоколадпен әсемдейтін боламыз. Дөңгелек бауырсақтарға тек қантын тағын ғана сеуіп қойдым. Бұл менің қызымның қалауы. Ал
Пончиктерді осылай шоколадқа ауната отырып, бетін әсемдейтін боламыз. Шоколадқа батырып алғаннан кейін әркім өз қалауынша әсемдесе болады. Мен орехпен, қант ұнтағымен әсемдеген болатынмын. Сгущенканың да көмегімен әсемдесеңіздер болады. Мінекей достар, біздің дәмді пончиктеріміз дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздер де дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді каналымда күтетін боламын. Ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.